Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге ерекше жаздық повестка тоқып үйретемін. Ол үшін бізге керекті құрал жіп, крючок және қайша. Менде жіп 100 граммда 150 метр, 100% акрил иранский жіп. Және де крючок номер 2. Сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші осындай түйін жасап аламыз. Содан кейін 35 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 35 воздушный петля. Енді крючокқа жіптіріп, осы жерден 3 воздушный тастап, 4-шіне тоқимыз осылай. Дәл осылай тағы да 3 воздушный. Столбик знак кидім, тоқимыз. Енді 2 воздушный тоқимыз да, қайтадан 3 столбик знак кидім. 1, 2, 3. 2 сөйлесе осындай болады. 3, міне осылай 3. Енді 3 воздушный көтереміз. Жұмысымызды осылай айналдырамыз да. Мына 2 воздушный салынған өрнек бар ғой, осы өрнектің ішінен тағы да осы өрнек тоқимыз. 3 столбик знак кидім, және 2 воздушный петля, тағы да 3 столбик знак кидім, тоқимыз. 3, 2, қайтадан осы үшін 3, 1, 2, 3. Енді тағы да 3 воздушный. 3. Содан кейін жұмысты былай бұрып, мына өрнектің ішіне тағы да 3 столбик знак кидім, 2 воздушный петля, сосын қайтадан 3 столбик знак кидім. Тағы да 3 воздушный, жұмысымызды бұрып, 3 столбик знак кидім, 2 воздушный петля, және де тағы да 3 столбик знак кидім. Дәл осылай тоқи береміз. Қызыңыздың басының размеріне дейін дәл осылай осы өрнекпен тоқтамастан тоқи береміз. Мінекей мен өзіме достар тоқып болдым. Осылай менікі тоқып жатқаным 1,5 жасқа. Сіздер де бас өлшемдерін білмесеңіздер, маған қарап тоқсаңыздар болады. Мына әргі баста бұрыш санап шықсам, 1, 2 деп ше. Осылай санасам, осы полностью осы беті 16 өрнек болып тұр. Қаяқ бетін санасаңыз да 16 өрнек тоқыдым. Бұл 1,5 жасқа. Сіздер де осы өлшемді алсаңыздар болады. Енді достар, ең соңғысы осылай қосылып
столбик без накидпен же болмаса өзүнчө коссаңыздар да болот. Мен столбик без накидпен косом. Енді дәл осы жерден 35 воздушный петля тоқимыз. 3, 4. Мінекей достар, мен 35 тоқып, ұшын қиып бекіттім. Өте әдемі, ерекше жаздық повязка дайын. Әсемдеп әрлеу үшін бір жақ бетіне осындай әдемі гүлді қадап қойсаңыз болады. Гүлдің тоқылу схемасы, тоқылу жолы менің каналымда бар. Сілтемесін описание бөліміне тастап кетемін. Міндетті түрде көріп, тоқып көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеомды бағалап, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.